Сіздерге өзімнен бір честный отзыв айтқым кеп тұр. Мынау баньоға мен таң қалғаным, менде осындай қалташалар болады, электрофорездің басына кигізетін. И оларға әртүрлі дәрі құйылғаннан кейін қанша жусаң да осылай сырғайып кетеді. И ол дақ кетпейді порошок сабынмен. Қанша жусаң да. И мен осыны лақтыра беретінмін. Енді қараңыз, осыны мен замочить етіп қойдым баньомен. И қараңыз қалай ағарды. Қараңыз, мынандай сап-сары болып тұрған нәрсе осылай аппақ болды. Балаларыңыздың мектепке киетін ақ жейделерін, вообще ақ киім, сондай сарғайған дақтар болса, осыны бір күн замочить етіп қойсаңыздар, кәдімгідей аппақ болып шығады екен. Мен ашын суға бір колпачок қостым да, осыған эксперимент жасап көрдім.